Өрлеу біліктілікті арттыру орталығының ұйымдастыруымен 11-20 мамыр аралығында мектепке дейінгі ұйым педагогтарының ойын құзыреттілігін арттыру тақырыбында офлайн курс өткізілді. Курс өз мақсатына жетті десек болады. Неге десеңіз, курс мазмұнына сай, мектепке дейінгі ұйым педагогтарының ойын құзыреттілігі дегеніміз не, педагогтың ойын құзыреттілігін қалай дамытамыз, және мектеп жасына дейінгі балалардың сыни ойлауын қалай жүзеге асырамыз. Осы тақырыптар төңірегінде теориялық біліммен қаруландық. Тренеріміз Сарагүл Мұстафақызы өзінің кәсіби деңгейі жоғары маман екенін дәлелдей отырып, біздің теориялық алған білімімізді практикамен ұштастыру мақсатында Ақтөбе қаласындағы Думан, Қазына балабақшаларына алып барып, көшпелі сабақтарды көрсете отырып, педагогтардың іс тәжірибе алмасуына өзінің септігін тигізді.